Каспи перевод жасауға бола ма, болмай ма? Сдачаны осылай қайтарамыз Каспи перевод арқылы. Кейде бізде болмайды, біз себебі банк емеспіз, банктың кассасы емеспіз. Наверное, это нечто ужас сияқты ғой. Это ненормально, салық салу деген. Ол соған келе жатыр. Ол солай болады. Неге десе, адамдардың доходтарын тексеру керек болып тұр. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан. Бүгін жалпы актуалды сұрақ Каспи аударымдар. Каспи аударымдар ол бола ма, болмай ма? Егер салық басқармасы тексеріс анықтаса, қандай жағында айыппұл қойылады? Сол туралы біраз талқылайық. Бірінші кезекте бәріміз түсініп алатын салық туралы Қазақстан Республикасының заңына өзгерістер енгізу туралы ұсыныс жасалды. Ол ұсыныс әлі аяғына шейін бекітілген жоқ. Қазақстан Республикасының президенті әлі қолын қойған жоқ. Сондықтан қазіргі таңда осы 2021 желтоқсан айында тексеріс жүрмейді. Қазіргі таңда аударым жасай беруге болады. Яғни тексеріс жүріп, сізді бір салыққа жауапкершілікке тартпайды қазіргі таңда. Ол заң әлі жоба ретінде келісіруде бірінші нәрсені ұғылатын. Сондықтан қазірден біз паника жасап қорқатын ештеңкесі жоқ. Екіншісі, түсіндіріп айтайын, мына жеке тұлға деген бар, заңды тұлға деген бар. Мына жеке тұлғаның арасындағы перевод бола береді бір-біріне. Оған ешқандай тыйым жоқ, салық та салынбайды. Мысалы, анасы баласына аударым жасайды, жаңағыдай күнделікті өзінің тамағына, болмаса туған күнге, болмаса киім алуға деген сияқты, иә. Болмаса тума-туысқандар бір-біріне ақша алыс беріс болады. Оның барлығы былай айтқанда заңмен қудаланбайды ешқандайда. Ничего не понимаю. Сондықтан сонда өздері бір-бірлерінің араңызда аударым жүре береді, оған уайымдамайсыздар. Тағы бір айтатын нәрсе жайт, мен біраз нәрсені түртіп алдым. Жаңағыдай Инстаграмға, Ютубқа түскен сұрақтардың ішінен керектілерін алып, соған жауап беріп отырмын. Тағы да келетін сұрақ, фискалды чек шығару міндетті ме, міндетті емес пе дейді. Мысалы, егер сіз заң компаниясы болатын болсаңыз, жалпы заңды тұлға болатын болсаңыз, және сіздің Каспиіңізға аударылым түссе, Каспи төлем емес, Каспи аударылым түссе, онда сол аударылым ол мына қолға түскен как наличка ретінде саналады. Сол наличка ретінде саналып, оған чек не істеу керек? Чек ұру керек болады. Бұл енді жобаның ішіндегі как текстер жобада әлі. Бұған нақты қол қойылған жоқ, бірақ жобаның ішінде осылайынан айтылған, иә? Осыны ұғып алуымыз керек. Не, ну ты индейец, я балдю, бам-бам. Содан кейін мынаны ұғып алуымыз керек. Тағы да сұрақ, қосымша салық бола ма дейді. Мына аударым бойынша қосымша салық болмайды. Яғни компанияда қандай салық болды, бұған дейін сол салықтардың ішінде жүре береді. Яғни барлығымыз корпоративтік салықны білеміз, сосын кейін социальный, подоходный, сол қалай болды, бәрі солай қалады. Қосымша салық төленбейді. Тағы бір сұрақ жиі келетін. Мобильді аударым бөлек, мобильді төлем бөлек ұғым. Мобильді аударым мен мобильді төлем деген екеуі бөлек ұғым. Мобильді аударым ол жаңағыдай бір-бірінің арасына аударатын. А мобильді төлем деген QR кодпен төленетін нәрсе. Қазіргі таңда магазиндерде даже QR кодпен де жаңағыдай төлемді қабылдаудан бас тартып жатыр. Яғни QR кодпен қабылдай бересіз, ешқандай немес жоқ. Аударым бойынша қазіргі таңда аударуға болады. Егер де компания жұмыскері тексеріс болмайды, ол әлі тексеріс алдыда. Заң әлі қабылданып болған жоқ қазіргі таңда. Соны ұғып алуымыз керек. Бізде басқа жұмыс жоқ. Ол кезде біздің саудамыз құлдырайды. Ол өйтіп 3% бізден алып отса Каспи переводымыздан, бізге вообще одан пайда жоқ. Сондықтан біздің вообще үкіметтің бұл қолдауы емес, қорлауы деп білеміз біз. Барынша қарсымыз. Ол тек менің сөзім емес, барлық кәсіпкерлердің ойы сондай. Барлық кәсіпкерлер ол кезде переводпен емес, қолма-қол жұмыс жасау керек болады. Біз оларға қолма-қол алып кел десек, ол кісілер әкеле алмайды. Басқа жаққа кетіп қалады. Бізге наоборот кесірі тиеді одан. Тағы бір сұрақтардың бірі,
мысалға сол компания жұмыскеріне аударса дейді, содан компания жұмыскер счетқа аударса қалай болады дейді. Яғни компания жұмыскері болатын болса соған аударылым түссе, ол аударылымға байланысты чек ұрсаңыздар, ол в принципе болады. Яғни сіздің компанияңыздың жұмыскеріне ақша түседі Каспимен, ал сіз соған чек ұрып берсеңіз, соны дәлелдесеңіздер, сол жеткілікті болады. Яғни чек ұрылды, наличка түсті деген сөз. Бұл тағы бір сұрақ. Екінші сұрақ, мысалға қанша рет айына аударуға болады болмайды деген сияқты. Қазіргі таңда жобада енді шамамен айтылып отыр. 3 айлық тексереді. Айына 100 аударым болады. 100 аударымға шейін рұқсат. Яғни рұқсат болғанда 100 аударымға шейін тексермейді деген сөз салық басқармасы. 100 аударым 100 адам болу керек. Мысалға, сіз балаңызға ай сайын бірдеңе аударып отырсаңыз, ол бір-ақ аударым болып саналады, өйткені бір адамға аударып отырсыз. Ал бірнеше адамнан 100 аударым айына 100-ден 3 ай қаз-қатарынан болатын болса, онда салық басқармасы тексеріске шығып, жаңағыдай соны анықтауына болады. Яғни тексеріске келеді, яғни 3 ай бойы жаңағы аударым бола беретін болса, түсінікті ғой, 3 ай бойы аударым болса, ол бизнес деген сөз. Бизнес болғаннан кейін ол өзін заңдастыру керек, ИП ашу керек, ТО ашу керек деген сияқты. Сондай моменттері бар, осы бойынша тексереді. Так, тағы да қандай момент бар? Қашаннан бастап тексереді деген бар. Осы 1 январь 2021 жылдан бастап тұлғалы тексеріске камералдық бақылауға алады дейді. Осы 2022 жылдан бастап, мысалы, егер заң қабылданса, ол 6 айдан кейін заңды күшіне енеді. 2021 жылдың қаңтар айынан, я болмаса 2021 жылдың жаңағыдай 6 айдан кейін заңды күшіне енеді. 2025 жылы жалпылама декларация басталады. Сол жалпылама декларация декларация қабылданғаннан бастап 2025 жылдан бастап жаңағы жеке тұлғаларды тексере бастайды. Қазір жеке тұлғаларды тексермейді, тек қана заңды тұлғаларды тексеруі мүмкін. Бірақ бұл нақты емес. Бұл информация әлі де толығырақ Министерство финансов бар, салық басқармасы бар, әлі беретін болады толығырақ информацияны. Кто все эти люди? Так, айтпақшы, аударым ол қалай саналады дейді. Аударым ол как безналичный, жаңағыдай счетқа түскен ақша болып санала ма, я наличка болып санала ма деген сұрақтар бар. Аударым түскеннен кейін сіздің телефоныңызға чек ұрғаннан кейін ол наличка болып саналады, наличка. Сондықтан оған чек ұру керек. Так, тағы сұрақ. Егер аударым айына 100 әртүрлі адамдардан келсе дейді, салық тексеріс нәтижесінде хабарлама. Егер былай дейді, жарайды дейді, 100 аударым айына болды, жаңағыдай салық басқармасы келді, не болады деген сұрақтар бар. Бірінші кезекте, егер сондай айына 100 аударымнан болып отса, сізге салық басқармасы келсе, бірінші кезекте хабарлама жібереді. Яғни айып болса алмайды, бірінші кезекте хабарлама жібереді. Яғни ИП ашыңыз, болмаса ИП-іңіз, ТО-ңыз болса, бұны реттеңіз, налогтар төлеңіз деген хабарлама келеді. Сол хабарламаны орындамаған жағдайда ғана айыппұл төленетін болады. Бірден бәрін штрафқа салмайды. Соны есте сақтап алыңыздар. Енді жалпылама бұл аударым бойынша былай делік. Заң қабылданды делік, мысалы. Бекітті делік, президент қол қойды делік. Содан кейін айыппұлдар қандай болуы мүмкін? Сол сұраққа жауап берейік. Мына әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бар. Соның 275-ші бабы бар. 275-ші бабына сәйкес, егер сізде ИП болатын болса, ТО болатын болса, жалпы заңды тұлға болатын болса, және сіз салықты жасыратын болсаңыз, жаңағы бірінші кезекте хабарлама жібереді дедік, хабарлама жібергеннен кейінді ары бұзатын болсаңыз заңды, онда мысалға салықты төлеуге міндеттейді. Және сол салықтың көлемін 200%-ын штраф ретінде төлетеді. Яғни, егер сіз 100 мың теңге налог төлеуіңіз керек болса, 100 мың теңге налог төлейсіз, еще 200 мың теңге штраф айыппұлға ілінуіңіз мүмкін. Яғни 200% деген өте көп, 200% деген. Яғни сіздің салығыңыздың 200%-ы жаңағыдай айыппұл болуы мүмкін. Бұл болашақта, қазіргі таңда емес. Кейбір жағдайлар болады, мысалы жеке тұлғалар компания ашпай, бірақ қаншама аударымдар болуы мүмкін. Ол кезде қандай жауапкершілікке тартады? Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес 269 бабы. Оған сәйкес бірінші кезек ескерту беріледі.
егер ИП ашпасаңыз ИП аш деп ескерту беріледі. Егер ИП ашпай ары қарай жұмыс істей беретін болсаңыз, егер сіз жеке тұлғасы болсаңыз 8 айлық есептік көрсеткіште жаңағындай айыппұл қойылады. Ал жеке нотариус болсаңыз, сот орындаушы болсаңыз, жалпы шағын кәсіпкер субъектісі болсаңыз, онда 15 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынуы мүмкін. Ал егер орта кәсіпкерлік субъектілері болсаңыз, 30 айлық есептік көрсеткіш болады. Ал үлкен жаңағындай ірі кәсіпкер болсаңыз, онда 70 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынуы мүмкін. Бұл яғни егер сіздер компанияңыз болса, жаңа Каспи переводпен қабылдасаңыз, мысалға, одан кейін чек ұрмай салықтан жалтаратын болсаңыз, яғни айыппұл мөлшерлері қандай болатын туралы айтып шықтық. Жалпылама қорытындылай келе, қазіргі таңда уайымдайтын ештеңкесі жоқ. Заң әлі бекітілген жоқ. Бекітілгеннен кейін барып, бұл істі қарастыруға болады. Яғни тексерістер болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Бекітілгеннен кейін де бәріне айыппұл қоймайды. Бірінші кезекте хабарлама береді, яғни уведомление, ерікті түрде өзіңіз жаңағындай налогты төлеңіз деген. Ал егер төлемей, одан кейін бұзатын болсаңыз, жаңа айыппұл салуы мүмкін. Статьяларын мен сізге айтып шықтым. Жалпы енді сіз хабардарсыз, білесіз, уайымдайтын ештеңкесі жоқ. Менің YouTube каналыма тіркелесіздер, астына сұрақ қойыңыздар, қандай да болса сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Сондықтан лайк басып, жаңағы тума туысқан дос-жарандарыңызбен бөлісе отырыңыз. Олар да пайдалы ақпаратты біліп отырсын. Сау саламатта болыңыздар.